Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз импорт жасауды үйренетін боламыз. Алдымен Corel'ды ашайық. Мен жеке талдап кеттім. Бірінші растровый TIFF. Қалай TIFF JPEG-тарды импортировать етуді үйренеміз. PNG формат, яғни без фона формат растровый үйренетін боламыз. EPS формат, векторный EPS формат, соларды импортировать етуді үйренетін боламыз. Және PDF векторный. Және дайын Corel'ский файлды импортировать етіп үйренетін боламыз. Ал бірінші жаңа документ создавать етейік Ctrl-N арқылы. Және бастаймыз. Ең бірінші импортировать ету үшін файлға кіріп импортты басамыз. Бірінші әдіс. Екінші әдіс, мына жерде панель инструменттерде, панель жерде, мына бізде осы бір стрелка төмен қарап тұратын значок бар. Осыда импорт. Міне осын бассаңызда дәл сол нені жасайтын болады іс әрекетті. Және комбинация клавиш Ctrl-I, Ctrl плюс I бассаңыз импорт деп шығады. Яғни бізде үш әдіс. Біріншісі через файл арқылы кіргізіп міне. Екіншісі мынау бізде панель инструмент деген жерде осы жерден импортировать етіп алу арқылы. Үшінші әдіс горячий клавишамен Ctrl-I. Ал бастайық. Енді маған ең оңай қолдың бәрі үйреніп қалған Ctrl-I арқылы басам, сіздерге ыңғайлы болсын мына жерін баса берейін. Ctrl-Import. Бірінші растровый басайық. Ал екі рет басамыз. Әдіс. Я болмаса осы файлды басамыз және файл импортты басамыз міне. Бұл жерде осылай шығып тұр. Біз ешқандай мышкамен бірден щелкать ете салуымызға болады. Сол кезде ол үлкен размерді шығарады. F4-ді бассақ міне. Міне 1467-2200 деген. Бұл миллиметрда тұр. Болмаса екінші оны біз кішірейтіп жүргенше, формат A4-ға бұлай кішірейтіп жүргенше, келесі бірден жасауымызға болады. Яғни алып тастап көрсетейін. Міне растрды мынау арқылы растрды алдыңыздар және мышканың сол жағын басып тұрып, бірден тартып жібере салуыңызға болады. Көрдіңіздер ғой міне. Бұны дәл мына жақта кеп қалса, бұлай кеп қалса, бірден P әрпін ағылшынша басыңдар, P әрпін. Дәл по центру дайындап береді. Келесі. Бұл растровый. Ал енді шетке қойып қойық. Енді келесі әдіс бізде, келесі файл бізде PNG формат. Яғни без фона келген суреттер. Оны да жаңа басып тұрып мышкамен өйтіп бірден форматқа келтіріп алуымызға болады. Бұның прозрачный фон екенін білуіміз үшін фон белгілеуіміз керек. Яғни мына төртбұрышын алып, бұлай фон береміз. Мұнан алдыңғы әдісті үйренгендей бәрі каркасқа кіріп қарасаңыздар, машина бізде артында тұр міне. Осын бұлай выделять етіп, Shift Page Up бассаңыз бетіне шығады. Я болмаса, міне, оны шетке қойыңыздар. Мұнан екі рет басыңыздар төртбұрышына. Түсін бояңыздар, міне. Және партын бассаңыз, міне. Оны үлкейтіп, кішірейтіп алуларыңызға болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға ұнайтын міне шетке қойып қояқ. Екінші әдіс. Үшінші әдіс бізде импорттың EPS формат, яғни үлкен экран келтірейік. Список жасайық. Таблицаға жасайық. Міне форматтар жазылып тұр. EPS формат, EPS формат дейміз. Осыны ала салайық. Бізде басылған кезде осындай сұрайды бізден. Сіздерге текстпен алып келейін ба, әлде кривойды алып келейін ба деген. Текст алып келдеу деген бірінші әдіс, мені көрсетейін. Міне бізде сұрайды. Ол сізде бұндай шрифт болмаса, мынада шрифт сізде жоқ деп айтады. Соны сіз аласыз, өзіңізде бар шрифтпен мына жерін ауыстыра саласыз. Таңдаптар болмаса, керек болса, осы шрифтті интернеттен көшіріп, орнатып, яғни установить етіп, содан кейін ғана барып ашуға болады. Егер де сізде ол мысалы керек болып тұрса, міндетті түрде сол шрифт, сіз аласыз да мына жерін кез келген ұқсас шрифтқа айналдыра саласыз. Міне басасыз да.
выделять етіп кез келген міне. Я болмаса міндетті түрде сол шрифт керек болатын болса, қайтадан өшіріп тастайын. Импорт арқылы EPS формат таңдайсыздар сол. Яғни кривойды таңдайсыздар. Кривойды таңдасаңыздар, қарап отырыңыздар, міне жаңағындай мына шрифтті, яғни текстін өзгерте алмайсыздар. Ол объект болып қалды, міне. Бірден сізге закривлять етіп, объектке айналдырып әкеп берді. Сгруппировать етіп, шетке қойып қояйық. Үшінші әдісі. Енді төртінші әдіс бізде импортпен әдіс болғанда төртінші файл, ол бізде PDF формат. Яғни PDF форматты ашып көрсейін бірінші. Мысалы, мына менің бір жасаған жұмыстарым біреу. Бұл жерде PDF-та нешеті көп парақ болуы мүмкін. Соны сіз қарайсыз да қандай парақ керек екен. Мысалы, мына жерде екінші бет деп тұр. Бір рет шолып кеткен кезде міндетті түрде мына жер қарасаңыздар көрсетіп тұрады. Мына бірінші парақ екен, мына екінші парақ, мына үшінші парақ, міне. Қарай аласыздар да, керегін аласыздар. Мына екі рет бассаңыз, болмаса импорт арқылы бассаңыздар, сізден сұрайды, кривойда ма әлде текстте ме? Кривойға айналдырайық. Және барлық парақтарын ашып берейін бе, әлде бізге керекті парағын ғана ашамыз. Бізге екінші парақты ашайық. Окейді басайық. Enterді басып жіберейік. Міне. Бізге осы екінші парақ керек болды, екінші парақты ашып берді. Болмаса тағы да бір көрейік. Бізге бір төртінші парақ керек дейік. Төртінші парақты бірден беске дегенде өшіріп, 4 деп таңдаймыз. Міне, бізге төртінші парақ шығарып берді. Бұл жерде мынандай проблема болуы мүмкін. Мына импортпен алған кезде көп, міне, осында парақты беттерді алған кезде, егерде мына барлығы осылай болып кетсе, міне, мынаны таңдаңыздар, болмаса таңдап атқан кезде қазір көрсем, мынандай проблема болған. Сіз вроде бы Enter'ді басасыз, міне, окейді басасыз. Қарасаңыз, сізде көрдіңіздер ме, астында неше түрлі парақтар пайда болды. Яғни ол сізге жеке-жеке бүйтіп парақтарын шығарып берді Corelға. Бұл жерден де таңдап алуыңызға болады, керектісін. Я болмаса жаңағы көрсеткен әдіс бойынша таңдап тұрып ала аласыздар. Енді бізге дайын Corel форматын таңдайық. Міне. Таңдаймыз, оны басамыз. Жаңағы әдіс бойынша. Міне. Бағана айтып отқан сол, шрифт жоқ болса, мынандай 4 бұрышты болып шығып кетеді. Яғни шрифт жоқ бізде дейді. Оны ал біз кез келген шрифт егер текстте болса, біз басқа шрифтқа өзгерте аламыз оны. Қысқаша осы әдістер бойынша, осы форматтар бойынша импортты қалай дұрыс жасау керек екенін үйрендіңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, және басқа да видеоларымды қарап көрулеріңізге болады. Сау болыңыздар.